Қайырлы күн баршаңызға. Рамазан айы баршамызға мүбәрәк болсын. Рамазан айындағы ұстаған оразаларыңыз, дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Мен де ютубта алғаш рет осындай влог түсіргелі жатырмын. Сол себепті мені қолдап, лайк басып, төменге пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Бүгін менің туған күнім. Аллаға шүкір, Алланың қалауымен бүгін 29 жасқа толып жатырмын. Бүгінгі күннен сіздерге влог түсіретін боламын. Айтпақшы достар, бүгін менің ұлымның да туған күні. Мен де негізі ютубта үнемі рецепт салатын болғандықтан мені көпшілік тани бермейді. Мен 4 баланың анасымын. Менің 3 қыз, 1 ұлым бар. Бүгін ұлым 9 жасқа толып жатыр. Ұлымның да туған күнімен құттықтап қойсаңыздар болады. Біздің Жетісай қаласында жаз осындай күшті погода болып тұр. Барлығымыз жұқа киініп алғанбыз. Ал мен үйден қазір шықтым. Туған күнге тойбастарға біраз шаруаларым қалып кеткен болатын. Соны бүгін бітіремін түске дейін, Алла қаласа. Содан соң үйдің шаруаларын жасап, салонға баруым керек. Кешке дайындық, Алла қаласа. Қазір біраз шаруаларды бітіруге шықтым. Ал жолдасымды да көрсетіп қояйын. Жолдасым бүгін қызметте, мен үшін жұмысынан қалып, қызмет жасап жүр. Алла разы болсын. Мынау Жетісай қаласы. Қазір мен біраз жұмыстармен Нұрлы әлемге келіп жатырмын. Рамазан айы болғандықтан мен тойбастарды ерекше етіп жасатқым келді. Сол себепті осындағы балдарға ерекше етіп жасатып алдым. Мен осындай тойбастар жасаттым. Кешкісін қазір көресіздер. Бұл тойбастарға тағы қосатын дүниелерім бар. Оны кешкісін қарайсыздар. Және де келген қонақтың әрқайсысына өзімнің жылы лебіздерімді осылай жасатып, жаздыртып алдым. Сонымен шаруаларымды жасап үйге қайттым. Үйге келсем, үйде студент қайным бар. Маған осындай сыйлығын дайындап қойыпты. Рахмет. Ал енді магазинге келе жатырмыз. Магазиннің суын, кафеге су қажет болады. Соны біз осы магазиннен аламыз. Туған күніміз бізде кішігірім кафеде өткіземіз. Дайын дастархан бізде, адам басына төлеймін. Ал қалғаны бізден алатыны тек қана су деді. Сол себепті біз тек сусындарды ғана сатып алдық. Суларды алып болған соң салонға қарай тез келдім. Айнұрға келемін. Айнұр әдемілеп бояп берді. Сонымен Айнұр әдемі болып жүрейін деп берді. Бүгін как раз Айнұрдың да сырға салуы екен. Әпше ертерек келіңіз, сізді бояп жүрейін, сосын өзім дайындалуым керек деді. Сонымен болды деп келіп, дайындалып, мені сықитып әдемі қылып бояп шығарды. Сөйтіп қалай бояғаныңды бір түсір жер деп түсіріп алдым. Сосын мен машинаға таксиге міндім. Таксиде де өзімді қайтадан бір түсіріп қойайыншы деп өз-өзіме ғашық болып өзімді түсіріп, мына жерде майысып отырмын ғой. Міне макияжым осындай болды. Айнұр өзі керемет етіп бояп береді әрқашанда. Мұнда менің көйлегім, бірақ киген жоқпын. Қазірге ыңғайсыз, өйткені артта сыйлықтар бар, приздар бар, солардың барлығын жайғастырып болғаннан кейін барып киетін боламын. Енді үлкен қызымды күтіп отырмын. Сол дайын болса, мейрамханаға барып, Алла қаласа барлығын жайғастырып, сосын киінетін боламын. Қатты қобалжып тұрмын. Енді 30 адамның өзі кәдімгідей рөл ойнайды екен. Көп болса білмеймін енді қалай. 30 адамның өзіне осылай қобалжып, қалай болады екен, қалай күтіп алады екен деген ой мазалайды. Барша әйел қауымы осындай шығар деп ойлаймын. Алла қаласа, Алланың қалауымен жақсы аман есен өткізіп алсам екен деп ойланып отырмын. Алла қаласа, Алланың қалауымен аман есен өткізіп алайын. Сосын мейрамханаға келіп, ең әуелі осылай сыйлықтарды жайына жайғастырып шықтым, барлығын осылай орналастырып, содан соң тойбастарларды осылай дайындадым. Қызым да көмектесіп жүр. Осы салауатқа арнайы тәсбих қойып қойдым. Салауатты жиі айтып жүрсін осы тәсбихпен деген ниетпен. Сосын барлығын жайғастырып шықтық дәл осылай, және де әр столға осылай өзімнің жылы лебіздерімді қалдырдым. Өмірдегі барлық жақсылықты тілеймін, және де өмірдегі ең керемет ана болыңыз. Жүзіңізден күлкі кетпесін, осылай керемет сөздерді жазып қалдырдым. Міне сіздерге көрсетейін. Іші өте кең, әрі өте жарық. Мұнда сыйлықтарымды да тағы да бір көрсетейін. Бұл жерде ыдыстар, және де діни 10 сұрақ дайындап келген болатынмын. 10 сұраққа осындай діни әртүрлі 10 түрлі кітап, және де әр кітаптың қасына осындай зәм-зәм суын сыйлыққа дайындап қойдым. Өте ерекше әрі керемет болсын деген ниетпен осылай сыйлықтарды
ерекше етіп дайындап алдым. Міне бізде дастарханымыз әлі түгелдей жайылып болған жоқ. Міне алғашарымыздың, яғни туған күніміздің басталуына санаулы уақыт қалды. Қазір енді киім ауыстырып келетін боламын. Осындай образ болды. Мен алдында бұны әйел ол әлем атты Түркістан қаласында кешке киген болатынмын. Дәл осы көйлекті тағы бір рет кидім. Міне дастарханды сіздерге көрсете кетейін. Бұл жерде әлі салаттар қойылмаған. Тағы 2 түрлі салат қойылды. Дайын дастарханымыз осы. Бұл жерде адам басына 7000 теңгеден төлеймін. 30 адамға дастархан жайғыздым. Өте керемет дастарханда барлығы свежий әрі өте дәмді. Өзіме қатты ұнады. Осы сәтте маған курьер звондап тұр, сізге сыйлық келді деп. Сосын сыртқа шығып қарасам, маған осындай керемет гүлді әрі тәтті букет және де қасында осындай керемет шары бар екен. Бұл сыйлықты қазір ашып қараймыз кім жібергенін. Маған осындай сыйлық жіберіпті. Қазір қараймыз запискасына. Прям күшті. Қазір күтіп алдым. Ләззат жаным құрбым, туған күніңмен бар жақсылықты тілеймін. Алматыдан құрбың Гүлнұр деп жазып жіберіпті. Алматыда өзімнің біраз жылдан бері араласатын Гүлнұр есімді құрбым бар. Осы сыйлықты салып жіберіпті. Үлкен рахмет. Содан соң кеш болып біраз қонақтарымыз келіп жайғасты. Ауызашар сәті болып, ұстаздың дұғасымен барлығы осылай аузын ашты. Барлығының ұстаған оразалары қабыл болсын. Өте ерекше кеш болсын деп ұстазымды шақырған болатынмын. Біздің туған күніміз басталып кетті. Танысу болып жатыр мұнда. Менің ең үлкен абысыным. Оған тамада сөз кезегін беріп, осылай біздің туған күніміз ерекше басталды. Арасында осындай қызықты ойындар ойнатты, жылы лебіздерін барлық тілектерін айтты. Арада ұстазымды шақырған болатынмын. Құран үйренген, сол кісі өзінің уағыздарын айтты. Және де ол кісіге өзімнің ризашылығымды білдіріп, өзім кішігірім сыйлық сыйладым. Ол менде намазник, намаз оқитын көйлек және де бокс. Бұл бокста жай намаз, таспих және де кішігірім кітап бар болатын. Ұстазыма алғысымды айтып, өз сыйлығымды табыстадым. Және де сол сәтте өзімнің құрбым менің ұстазыма қазір таңда хит болып жатқан осы таспихты сыйға тартты. Сіз әрбір таспихты басқан сайын сауабы маған да жазылсын деген ниетпен ұстазыма Жұлдыз ханым керемет деп осындай таспихты сыйлады. Алла разы болсын Жұлдыз ханымға. Сол арада тортты келді, тортты құттықтап, үнемі тортты біз Перизат деген әпкеге жасатамыз. Өте керемет жасайды, оформление барлығы күшті. Қазір Ләззат ханымның кішкентай ғана қызғалдағы әдемі әсем әнімен баршаңызды орталық алаңға шақырады. Сосын барып жаппай ортаға биге шықсаңыздар. Қызым ана әке атты өлеңін айтты. Өте ерекше болды. Туған күн түсілмей қалған көп жерлері болды. Және де соңғы формат, ютубтың форматы болмай кетті. Сонда да сіздер үшін салдым. Анашым, туған күніңіз құтты болсын. Сіз мені осы уақытқа дейін ешкімнен кем болмадыңыз. Сізде ешкімде жоқсыз, бәрінен сұлусыз. Анашым деген сөздің мағынасы бар. А дегенім аяулы, Н дегенім нәзік, А дегенім ақылды, Ш дегенім шыдамды, Ы дегенім ырысты, М дегенім мықты. Осы сөздердің бәрі сізге арналған. Сізге Алла екі дүниенің бақытын берсін. Сізге барлық жақсылықты тілеймін. Анашым, мен сізді жақсы көремін. Қуанышыма ортақтасып келген баршаларыңызға үлкен алғысымды айтқым келеді. Барлықтарыңызға Алла разы болсын. Мен бір сөзімді жерге қалдырмай келген ұстазыма да үлкен рахмет айтқым келеді. Сізге алғысым шексіз. Және де менің қуанышыма барлықтарыңыз ортақтасып келе жатсыздар ғой. Абысындарыма да, келіндеріме де барлықтарыңызға үлкен рахмет айтамын. Құрбыларыма, баршаңызға Алла разы болсын. Қатты қуанып тұрмын. Келгендеріңізге үлкен рахмет. Сіздерге Алла тағала екі дүниенің бақытын нәсіп етсін. Өмірдегі барлық жақсылықты тілеймін сіздерге. Осы Рамазан айындағы ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Дұға тілектеріңізді Алла тағала қабыл етсін. Үйлеріңізде әрқашан той болсын, жақсылық болсын. Салиқалы, иманды
ұрпақтарымыз көп болсын. Баршаңызға үлкен рахмет. Сізге үлкен рахмет. Мен туған күнді ерекше күшті етіп өттіңіз. Номер 1 шоумен Тамара. Біз осы кісіге той болса, туған күн болса, жиын болса, хабарлассаңыздар болады. Рахмет сізге үлкен. Алла разы болсын. Рахмет сізге, Алла разы болсын. Қызым тілегін айтты, өзім жылы лебізімді айттым. Сонымен туған күніміз ерекше керемет өтті. Номинант сыйлықтарым барлығын осылай түсіріп алдым, естелік болып қалсын деп ютубқа салуды жөн көрдім. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар үлкен рахмет. Алдағы уақытта егер сіздерге осындай кішігірім влогтар ұнап жатса, үнемі ютубқа салатын боламын. Сіздерден тек қана қолдау. Келесі влог түсіргенше баршаңызға қош сау болыңыздар дегім келеді.